Бірақ сондай бір нәрсенің ішінде, әсіресе осы бір фитна күшейген заманда, дінге келу өте қиын болып тұрған кезеңдерде, өйткені дінге келудің өзі бірнеше қиыншылықтар бар, Біреу шахваттан дінге келе алмайды. Күнәға деген махаббатынан күнәні істегісі келеді, ойнағысы келеді, күлгісі келеді, зинақорлықты сүйеді, арақты сүйеді, бос сөзді сүйеді, ғибадатты жек көреді. Сол күнәға деген махаббатынан шахватты бойында құдай болған екен, нәпсісі оның құдай болып кеткеннен кейін, ол адам құдайдың әмірін орындағысы келмейді. Өйткені кімде-кім құдайға құл болмаса, ол бәрі басқа нәрсені құл қылып қояды Құдай Тағала. Өзіне құл болмаған адамды Аллах Тағала міндетті түрде басқа нәрсені құл етіп қояды. Атақтың, абыройдың, дүниенің, шахваттың, нәпсінің, әйелдің кез келген нәрсені құл етіп қояды. Енді біреулер шубхадан келмейді. Біреу шахваттан келмейді, біреу шубхан, күмәннан. Ислам діні туралы қазір күмәндар өте көп таралады. Тіпті кейбір жерлерде бақытсыздықтар деп ойлайсың. Өздерінің бақытсыздықтары қазір жай адамнан емес, анау кешке түннен қыдырып, қолына шынжыр ұстап, анаша тартып жүріп, болса дискотекада жүрген, көшенің бойын торған, болса кішкене сумкасының астын көшенің бойында тізіліп тұрған қыздардан қорықпайды. Қазір сәл бір сақалы өскен, мешітке барған адамдан қорқатындар пайда болып жатыр. Өйткені сондай күмәндар таратылып жатыр. Шынымен де мұсылмандар сондай жауыз, оңбаған, қырушы, жоюшы деген сияқты пікірлер бар. Сол пікірлердің салдарынан кейбір адамдарда күмән пайда болған, шайтан сол күмән арқылы оларға жүректеріне одан сайын кірген, мийларын улаған, соның салдарынан дінге келе алмай жүрген. Бірақ қандай бақытсыз адамдар. Өйткені олар адамнан үркет, бірақтан өздерін жаратқан қайдан келген, Аллах жаратқан, қайда бара жатырмын, не үшін жаратылдым деген сұрақтар ойланбайды. Бұл өмірге бір келді, бар болғаны Абай сөзім айтқан сияқты, бір боқ көтерген қап сияқты өтіп кетіп бара жатыр. Басқа ештеңе емес. Рухани ештеңе жоқ, Аллах үшін ештеңе де жасап жатқан жоқ. Сонда Құдайдың құлшылықтарын орындап жатқан жоқ, не пайғамбардың өсиеттерінен махрұм қалып кеткен. Және сөйте тұрып, Аллахты ойлайтын құлдардан күмәнданып, Аллахты ойлайтын құлдардан қорқады. Олар туралы тек қана жаман пікірде болып, сондай күмәндардан, яки болмаса кезіндегі қазір күшін жоя бастаған соның өзінде кейбіреулердің жүрегінде, әсіресе алдыңғы буында, кейбір ағалардың жүрегінде сол атеизмнің уыты қалып кеткен, атаң горилла, шешең шимпанзе деген сондай саясаттардың нәрсесі қалып кетіп, сонымен уланып дінге келе алмай, күмәнға, Құдай туралы нақты сенімге келе алмай жүргендер бар. Тура сол сияқты қазіргі кезде неше түрлі күнәнің түрлері бар. Соның бәрінен адамдар дінге келу өте қиын. Бірақ сондай бір нәрсенің ішінен ойламаған жерден адамдар дінге келіп жатыр. Ойламаған жерден Аллах Тағала бір құлдарына иман беріп жатыр. Біреулер қазір әкесінен ұрланып шығып, машина алып қашып, бірнеше қызды отырғызып алып, дискотекаға барып, есінен танғанша апыр-топыр билеп жатады. Енді бір адам азанмен тұрып, мешітке барып намаз оқиды, Құран оқиды. Екеуін салыстыруға бола ма? Келмейді. Екеуі келмейді. Ла ястави асхабун нар асхабул джаннат. Жаннат дозақтықтар мен жаннаттықтар тең емес дейді. Сондықтан олар ертең дозаққа жәннатқа түскен кезде тең болмайды, істеп жатқан амалдар да тең болмайды. Сондықтан егер біреу мұсылманмын деп өзін есептесе, міндетті түрде ол мұсылман емес, жахил, кәпір, мушрик, мұнафиқ адамнан өзінің ықыласыменен, өзінің амалыменен, өзінің мінез құлқыменен ажырап тұру керек. Кәдімгідей бөлінуші керек. Мұсылманшылыққа келген кезде. Мұсылман дініне кіргеннен кейін, ол сол басқа бір жахилдерден, мушриктерден, мұнафиқтардан, кәпірлерден айырымы болмаса, ол әлі толық мұсылманшылыққа келмеген деген. Мұсылман дініне кіргеннен кейін адам баласы іштейді, өзгере бастайды екен. Сондықтан бұл иман, жоғарыда хадисте айтып отырмыз, Аллах Тағала дүниені сүйген құлына да, сүймеген құлына да береді. Сондықтан миллиардер, кәпірдің ішінде де бар миллиардер, мұсылманның ішінде де бар миллиардер. Сондықтан кәпірде тұрып жатыр, бір зәулім сарайда жартысын теңізге кіргізіп, не бір самолетте ұшып жатыр кәпірлер, мұсылман да ұшып жатыр. Мұсылманның ішінде де кедей бар, кәпірдің ішінде де кедей бар. Күн көре алмай жүрген, нан тауып жей алмай жүрген. Сондықтан бұл дүниемен өлшенбейді екен. Құдайдың біреуді жақсы көргендігі, жаман көргендігі. Егер біреуді дүние көп болған болса, Құдай оны жақсы көргендігін белгісі емес. Біреуді дүние жоқ болса, Құдай оны жек көргендігін белгісі емес. Өйткені Аллах Тағала айтқан, мына дүние дейді, Аллах Тағаланың қасында масаның сынық қанатының құрлық құны жоқ та. Масаның бір сынық қанаты құны жоқ. Қазір айтады, бір шыбының қанаты түсіп аяғыңызға қалып кетсе, кім елейді осын? Ойбай, шыбының қанатын басып кетпе деген болса біз көреміз. Елемейміз, ешбір құны жоқ.
Сондықтан құны жоқ болғаннан кейін Құдай Тағаланың қалаған құнына бере береді. Кәпір болсын, мұсылман бере береді, құны жоқ. Ал иманның құны бар. Иманның бағасы бар. Иманның ләззаты бар. Оның жәннатқа алып баратын нәрсе. Ол өзін жаратқан Құдайды танытатын нәрсе. Құдайға құлшылық қылуға алып келетін нәрсе, соған Құдайға кім болса соған бере бермейді. Оны лайықтыларға береді. Оны өзін сүйетін құлдарына береді. Егер біз осы жерге келіп, Аллахтың бір аятын тыңдайықшы. Аллахтың сүйікті пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның хадисіне құлақ салайықшы деп келіп отырсақ, ненің арқасында келіп отырмыз? Иманның арқасында келіп отырмыз, дұрыс па? Егер біз имансыз құр білімге құштар болатын болсақ, келмес едік. Жүретін едік, басқа да бір нәрселерді оқып, Оксфорд университетіне кететін едік. Ана библиотекадан шықпас еді, толып жатыр басқа да білімдер. Басқа да бір ілімді оқимын деген адамға толып жатыр. Бірақ сондай бір иман бізді алып келді, Аллахтың Құранынан бір сөз тыңдайыншы, пайғамбардың сөзінен бір тыңдайыншы деп, сондықтан лаула ан хадан Аллах дейді, Аллах Тағала бізді дұрыс жолға салмаса, біз бұл жолға келе алмас едік дейді. Сондықтан бұл нығметке Аллах Тағала үшін осы дәрісіміздің алдында сансыз мақтаулар, шүкірліктер айтқымыз келеді. Сондықтан бұл шынымен де бұны қадір тұта білейік. Қолда бар алтынның қадір жоқ деген жайға түсіп қалып жүрмейік. Сондықтан иман бар адам, иман фихи саада дейді. Иман кімде болса бақыт сонда дейді. Иман кімде болса бақыт сонда. Сондықтан кез келген жахилді алып келіңіздерші. Иман жоқ. Миллиардер болсын, мінген самолет болсын, бәрін алып келіңіздерші. Біреу бақытты болдым деп айтар ма екен сізге? Айта алмайды. Қаншалықтар бар, Қанша күніге біз телевизордан көріп жүреміз. Күніге не естисіңдер? Қаншалықты бір хабарлардан. Пәленше деген миллиардер бар екен, өзін атып өлтіріпті өзінің офисінде. Пәленше деген миллионер бар екен, дарғасы өліп қапты, бір рет сделкасы болмайған екен. Пәленше деген бір сондай бір не бар екен, әжептәуір сондай мықты кісі бар екен, әйелімен ұрысып қалып, әйелі төсек ауыстырғаннан кейін өзін өзі секіріп кетті, өліп қапты. Бақыт жоқ. Дүние бар, киім бар, бәрі бар, бірақ бақыт жоқ. Ешқандай жоқ. Дүние деген өз нәрсе сондай бір қызық, адамдардың ерінің бәрі шадасады осы. Ылғи шадатын нәрсе ад-дүния тағурру, тадурру, тамурру дейді өзі. Дүние дейді сондай нәрсе алдайды дейді. Одан кейін алдаған, өзіне алданып қалғандарға зиян бере бастайды дейді. Зиян беріп болғаннан кейін қашып кетеді дейді. Дүние сондай нәрсе дейді. Алдайды. Кім соны алдауына көніп қалса оған зиян бере бастайды. Кім оны зиян ұшыра бастаған кезде қашып кетеді. Сол үшін мұсылман адамға дүние жинама дейді, бірақтан дүниені жүрегіңде ұстама дейді. Мұсылман адам дүниені қолында ұстасын дейді, жүрегіңде ұстамасын дейді. Өйткені пайғамбар айтқан расул күллі хатияти хуббу дүния, бүкіл қателіктің басы дүниені жақсы көргеннен басталады дейді. Сондықтан адамдар қанша тарих бойынша тіпті мұсылман емес, сол кәпірлердің кітаптарын тартып оқысаңыздар, сол дүниенің ең соңында қандай бір зиян бергенін, ең соңында өздерінің мақалы шығарған, алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен. Өздерінің мақал шығарғандықтан бүкіл соншалықты аштан өліп бара жатқан кездерде бүкіл дүниенің пайда бермей қалған жағдайлары, дүниенің бақытты қылмаған жағдайлары, бақыт бұдай емес екен, қайғысыз қара су артық екен деп дүниеден шаршаған адамдардың сөз айтқан кездер бар. Қайғысыз болса қара суым артық екен деген сияқты. Өйткені дүниені жақсы көріп қойған адам міндет түрде үш түрлі азап көреді бұл дүниенің өзінде. Бірінші, ол дүниеге жетем деп азап шегеді. Өйткені дүние өзіңнен келмейді. Ол үшін ұйықтамау керексің, ол үшін бизнес құруың керексің, оның қарым қатынас болу керек, оның сонда жүгіру керексің, оның қиыншылықтары, ол үшін уақыт бөлу керексің, ол үшін біреумен жақсы сыйласу керексің, ол үшін біреумен ұрысу керексің. Сөйтіп жорға дегенде дүниеге жетесің. Енді дүниеге жеткеннен кейін рахаттанасың ба? Жоқ, оны енді қорғауың керексің. Енді саған темір есік керек. Енді саған охрана керек, одан көп барса. Ит асырауың керек. Енді саған бір наблюдательный камералар қою керек. Тыныштық жоқ. Енді кім ұрлайды? Қай кезде бәле қылар екен? Кім неғып кетеді екен? Анау қымбат бір машинаның бір дөңгелегі $1000 еді. Кім жарып кетер екен? Айнесі пәленше доллар еді. Кім сындырып кетер екен? Және уайым. Тыным жоқ. Дүние көп болған екен, оның бәрін жақсы көресің, әрқайсысын уайымдайсың. Әрқайсысын уайымдайсың, Сөйтіп осы екінші уайым пайда болады. Дүниеге жеткенше бір бейнет, жеткеннен кейін уайым. Ал енді сол дүниені қашан жоғалтып аламын деп уайымдайсың, жоғалтып алсаң, ол уайымды айтпай қойса болады. Табан астында жоғалтып алуы мүмкін, ойламаған жерде жоғалтып қоюы мүмкін. Қанша адамдар бір табан астында бір күнде тас кедей адамдар болған. Бір-ақ күннің ішінде. Бір күннің ішінде дүниесінен ажырап қалғандар болған. Сондықтан бұны жақсы көріп қалсаң, бұдан
осы уайымдардан құтылып кету мүмкін емес. Бұл дүниенің өзінде ақырет айтпаған кезде. Сондан шынымен де мұсылман адам оның қарым-қатынасын дұрыстауға тырысса да басқа күйінде, сонда дүние сондай құны жоқ, бірақ иманның құны бар. Аллах оны тек сүйген құлына берем деп айтқан екен.